Сіздерге бизнес страница не екенін түсіндірдім. Дәл қазір сол бизнес страницаны қалай толығымен ашып, оны баптау керектігін көрсететін боламын. Кеттік. Ең алдымен бізге Facebook аккаунтқа кіріп алу керек болады. Өзіңіздің логиніңізді және де пароліңізді тересіз, аккаунтқа кіресіз, одан кейін бізге басты бетке өту керек болады. Басты бетке өтеміз. Өткен кезде дәл осындай сіздерде көрініп тұрады. Енді бізге бизнес страницаны ашу керек. Ол үшін оң жақ бұрышындағы міне создать деген батырманы басасыз. Басқаннан кейін мына жерде страница деген несі болады, бөлімі болады. Осы страницаны басамыз. Одан кейін басқаннан кейін мына жерде біздер страницаның толық ақпараттарын енгізуіміз керек. Яғни біріншіден страницаның аты, категориясы, одан кейін страница туралы ақпарат, описаниесін жазамыз. Ең алдымен страницаның атын қояйық. Мысалы, міне, интернет-маркетолог Райымбек деп айтамын. Егер де сізде өзіңіздің компанияңыз болса, бизнесіңіз болса, онда бизнесіңіздің, компанияңыздың атын енгізесіз. Одан кейін категорияда местные услуги деп таңдасақ, жеткілікті болады. Келесі описаниеда өзіміздің жаңағыдай немен айналысатынымызды жазып қойсаңыздар жеткілікті. Мысалы, сізде басқа құрылыс бойынша егер компания болатын болса, осы жерде строительство деп жазып қойсаңыздар жеткілікті. Келесі создать страницу деген көк батырманы басамыз. Мына жерде бізде шықты страница интернет-маркетолог Райымбек создана деп. Енді келесі біз өзіміздің страницаға логотип жүктеуіміз керек. Яғни компанияңыз болса, сәйкесінше логотип жүктейсіз, ал егер де өзіміздің жеке жаңағыдай страницамыз болатын болса, онда, яғни бизнес страница болатын болса, ол кезде өзіміздің суретімізді жүктейміз. Добавить фото профиль үстіне басасыздар. Одан кейін ноутқа міндетті түрде өзіміздің суретімізді жүктеп қоюымыз керек болады. Соны тауып алып жүктейсіздер. Келесі сохранить батырмасын басамыз. Бізде страница жаңағыдай логотип жүктегеннен кейін, міне, WhatsApp-қа тірке деп, WhatsApp номерді тірке деп шығады, оны дәл қазір жасамаймыз. Енді келесі бізге бір-екі публикациясын шығарып қою керек болады. Ол үшін мына жерде создать публикацию деген батырманы басамыз. Создать публикацияны басқаннан кейін мына жерде өзіміз текст жазуымыз керек. Текстті өзіңіздің инстаграмыңыздан алсаңыз жеткілікті болады. Көшіріп аласыздар. Одан кейін вставить деп басамыз. Міне, текстіміз қойылды, енді сурет жүктейміз. Сурет жаңағы суретті қайтадан жүктей салсақ болады. Суретіміз жүктелді, соңында опубликовать деген батырма көк түсті болып шығып тұру керек, үстінен басасыздар. Бұл қарапайым біздер инстаграмға пост салған секілді, бизнес страницаның ішіне де дәл қазір пост салдық. Міне біздің постымыз шықты. Енді келесі біз осы страницаны толықтай баптауымыз керек. Ол үшін сол жақ бұрышында редактировать деген батырма болады. Осыған өтеміз. Осы жерде міне имя пользовательда өзіңіздің мысалы неңізді жазсаңыз болады. Аты жөніңізді жазсаңыз болады, немесе компанияңыздың атын. Бұл жерде міндетті түрде осылай сохранить етілу керек. Келесі контактная информация, осы жерде өзіміздің номерімізді осы жерге енгіземіз. Қазір мына жерде номерімізді таңдаймыз. Қазақстан және де номерімізді жазамыз. Номерімізді жаздық. Келесі мысалы WhatsApp номерді тіркеу үшін WhatsApp номерді жазу керек болады, но WhatsApp номерді жазбасақ болады. Сол себепті мына жерде міне не указан номер телефон деп басасыздар. Келесі электронный адресті енгіземіз. Яғни бұл жерде почтаны жазамыз. Осылай жанында жақсыл галочка шығу керек. Келесі веб-сайт, егер де сізде сайт болмаса, сәйкесінше у моей страницы нет сайты деп белгілейсіздер. Сайт болса, осы жерге сайтты енгізесіздер. Келесі адрес. Адреста мысалға мына жерде көшені жазасыздар. Одан кейін қала.
алма деп жазған кезде уже сізге Facebooktың өзі ұсынып тұрады, Алматыны таңдаймыз. Одан кейін осы өзіміздің қаламыздың, егерде жаңағы жақын жердегі қаланың индексін енгіземіз. Келесі төмен түскен кезде часы работы деген кезде мына жерде бұл жерде там всегда открыто деп басып қойсаңыздар жеткілікті болады. Содан кейін төменде временное изменение в работе, бұл жерде нет изменения. Болды, жеткілікті. Яғни біздер аяқтап қалдық. Енді тек қана осы страницаға Инстаграмды тіркеуіміз керек. Ол үшін сол жағында осы редактировать деген батырманың астында настройки деген тұрады. Осы настройкаға өтуіміз керек. Сол жағында. Настройкаға өткен кезде, тағы да сол жағында бізде төменде Инстаграм деген батырма бар. Инстаграм деген өзі бөлімі бар. Осыны басамыз. Осыны басасыздар. Инстаграмға өткен кезде подключить аккаунт деген батырма тұрады. Осыны басу арқылы біздер Инстаграм аккаунтты тіркейміз. Продолжить. Инстаграм аккаунт тіркеу үшін әрине Инстаграмның логинін және де паролін енгізу керек болады. Егер де сіздің Инстаграмыңыз басқа Фейсбукқа тіркелген болса, дәл осылай сізде жаңағыдай уже связано деп шығады. Ол сол жерде просто бірден далее деп басасыздар, и одан кейін келесі сменить связанную страницу дегенде басасыздар. Одан кейін тағы да Инстаграм логин паролін теру керек болады. Көріп тұрғандарыңыздай, міне бізде Инстаграм аккаунт тіркелді. Біздер бизнес страницаны толығымен дайындап болдық. Енді келесі сабақтарда ADS менеджермен жұмысты және де таргет жіберуді үйренетін боламыз.